Уайымдаймын, 29 жас. Екі выкидыш болғасын уайымдап тұр екенсіз ғой, иә? Бәсе. Зухра ханым, сізде подсознанияңызда сондай бір программа бар болуы мүмкін. Сондықтан оны проработка жасау керек. Иншалла, сосын босанып аласыз. Сіздің выкидыш тастап атқаныңыздың психосоматикасы, сіз күйеуіңізге сенбейсіз. Күйеуіңізден қорқасыз, мүмкін күйеуіңіз бала қаламайды деп ойлайсыз. Сол сіздің программа установкаларыңыз ішіңіздегі подсознаниядағы ол сіздің ағзаңызға әсер етеді да, содан балаңыз түсіп қалуға жатуы мүмкін. Еще сіздің женскийіңізді тексерту керек гинекологқа. Анемияңыз бар ма жоқ па, оны тексеру керек, иә? Дәрігерге де қаралу керек, психосоматика жағымен де жұмыс жасау керек. Сол кезде бәрі жақсы болады. 8 аптада түсіп қала береді, 2 балам бар. 8 аптада түсіп қалса, 8 аптадаға байланысты сізде установка программа бар. Соны